Қарахан мемлекеті 9-12 ғасыр. Хронологиясы 942-1212 жыл, астанасы Баласағұн, территориясы Жетісу, Шығыс Түркістан, Мауреннахр, халқы Қарахан, Қарлұқ, тілі Қарлұқ. Қарахан мемлекетінің құрылуы. 10 ғасырдың орта шенінде Жетісу мен Шығыс Түркістан оңтүстігінде Қарахан мемлекеті өмірге келді. Қарахан мемлекетінің құрылған уақыты және жылдары туралы дерек көздері әрі жұтаң, әрі бір-біріне қайшы болып келеді. Араб және парсы авторлары қарахандықтардың өздерін Аль-Хакания, Афрасияп ұрпақтарын әулеті деп атайтындығын жазған. Соңғы зерттеулер бойынша Қарахан мемлекетін құру, оны нығайтудың алғашқы кезеңінде Қарлұқ конфедерациясы құрамындағы Чигил және Ягма қатарлы белгілі тайпалар үлкен рөл атқарды. Қарахан мемлекетінің құрылуы Қарлұқ қағанатының ыдырауымен тікелей байланысты. 9 ғасырдың бас кезінде шығыста қарлұқтардың ұйғыр қағанатымен бәсекеге түсуі сәтсіз аяқталған соң батысқа қарай жылжып, өз ықпалын Сырдарияның орта ағысындағы қалалар мемлекеттерге дейін таратты. Ферғананың бір бөлігін басып алды. Сонымен қарлұқтар иеліктерінің мүдделері аббасиліктер билігіндегі халифаттың Хорасандық жергілікті өкілеттігімен Мауреннахр өлкесінде ұштасты. 840 жыл ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін бас билік тізгіні Қарлұқ Жабғұның қолына тиді. Қарлұқ билеушісі Білге құл Қадырхан қаған лауазымын қабылдады. Жабғу деп жазады Худуд әл-Алам шығармасының авторы. Бұл Қарлұқ патшаларының бұрынғы лауазымы. Сол жылғы саманиліктер Исфиджабты басып алды. Білге құл Қадырхан өлген соң оның балалары Базыр Арслан хан мен Оғылшах Қадырхан арасында билік үшін күрес шиеленісе түсті. Осы күрестің нәтижесінде Базыр Арслан хан Баласағұнды, ал Оғылшах Қадырхан Таразды билейтін болды. 893 жылы саманид әмірі Исмаил ибн Ахмад Таразды басып алғаннан кейін Оғылшах Қашқарға қашады. Саманиліктер 904 жылы өз иелігіндегі Мауреннахрға жорық жасады. Әл-Мәсуди Исмаилдың түріктер жеріне жасаған зорлықтары туралы хабарлай келіп, түрік билеушісін табғаш лауазымымен алғаш рет атады және оның тегі Қарлұқ екендігін мойындап жазады. Қарахан мемлекетінің саяси құрылымы одан бұрынғы мемлекеттік құрылым түркеш әсіресе Қарлұқ қағанаты дәстүрлерінің жалғасы болып табылады. Қарахан мемлекетіндегі басқару құрылымы көшпелі және жартылай көшпелі тайпалардың қоғамдық институттарына негізделді. Туру Қарахан империясында қалыптасқан құқықтық нормалар орталығын қадағалайтын мемлекеттік басқару жүйе болып табылады. Негізгі Туруда билеушінің әкімшілік міндеттері анықталды. Павлов атап көрсеткендей, Туру мемлекеттіліктің сөзсіз нышаны болып табылады. Қарахан мемлекеттік басқару жүйесіне саманиліктердің мемлекеттік құрылысы елеулі ықпалын тигізді. Соңғы жылдардағы зерттеулер көрсеткенінде Қарахан мемлекетінде билік екі Қарлұқ тайпасы Шігіл мен Яғма ақсүйектер арасында бөлінді. Бұл сырттай қарағанда қағанат билігін екі шығыс және батыс бөлікке бөлінуінен байқалды және әрбір бөліктің басында қаған отырды. Қарахан мемлекетінің құрылымы жер үлесі жүйесі бойынша феодалдық құрылысқа негізделді. Мемлекет бірнеше үлестерге бөлінді. Олардың басында Иелек хан лауазымын алған билеуші әулеттің үрім бұтақтары отырды. Қарахан мемлекеттік құрылымда мұндай үлестік жүйенің болуы билеуші топ адамдары өкілдерінің арасында жоғарғы билік үшін күресті үнемі ушықтырып отырды. Қарахан мемлекетінде бар жоғы 10 диуан болды. Олар уәзір, қазынашы, шетел істері жөніндегі Мустафи, гвардияшы, поштаны және жергілікті билеушілері, асырдың бақылау бастықтары, қазынаның кірісі мен шығысын және басқа да қаржылық істер, базар қатынастары, қолөнер өнімінің сапасы және әдет-ғұрып, діни дәстүрдің сақталуы, діни мекемелер мүлкін басқару басқармасының шенеуніктері, судьялары, бақылаушылар, мемлекеттік гвардия бастығының кеңсесі қатарлы маңызды нысаналары еді. Бірақ қалай дегенмен жоғары билеуші Қарахан мемлекетінің басшысы саналды. Оның билігі атадан балаға мұра болып қалып отырды. Жоғары билеушілері Табғаш хан лауазымын иеленді, ал өз үлестік билеушілер Иелек хан лауазымын алды. Олар жоғары билеушіге бағынуға тиіс болса да, іс жүзінде ешкімге бағынбастан өзара қырқысумен болды. Қарахан мемлекеті билігіндегі екінші орында бас қаған уәзірлері
вазирлар тұрды. Орталық кеңсе соларға бағынды. Жүсіп Баласағұн мәліметтері бойынша уәзір Ақсүйектер тұқымы әрі ақылға бай, биліктің тірегі болуға тиісті екен. Ол қағанның кеңесшісі және оның мемлекет ісі жөніндегі ең жақын адамы деп есептелінді. Қолөнер кәсібі. 9-12 ғасырларда көшпелердің және жартылай көшпелердің қолөнерінің негізгі саласы теріден және жүннен бұйымдар жасау тоқу болды. Мәселен, шикі теріні илеп, одан киім, аяқ киім, ыдыс, ер-тұрман, оқшантай тағы да басқаларын жасады. Жүн киім кешекке киіз басуға пайдаланылды. Әл-Якуби түріктер киіз басуға аса шебер халық. Олардың үстіне киіп жүрген киімі жүн теріден жасалған деп жазады. Археологиялық зерттеулер Қазақстанның оңтүстік-шығыс аудандарында қыш өндірісі дамығанын анықтап отыр. Осы салаға жататын Сус, Көл, Текапке, Тқалар ортағасырлық металлургия өндірісінің орталықтары болып табылады. Табылған археологиялық жаңалықтар 9-12 ғасырларда түрік тайпаларында тасты өңдеу, сүйектен ою, шыны жасау, ұсталық өнер дамығанын дәлелдеп береді. Қалалар және де сауда. Жазба деректер қарлықтардың қалалары болғандығы туралы хабарлайды. Худуд әл-Аламның деректеріне қарағанда, қарлықтар жері барлық түрік жерлерінен бай және халық жиі қоныстанған жер. Осы дерек бойынша қарлықтар елінде 20-ға жуық қала мен ауыл бар деп есептеледі. Құлан, Меркі, Атлалик, Тузун, Балах, Барысхан, Талғар, Доңғу, Пеншу тағы да басқалары. Әсіресе қарлықтар қағанатының қаласы ерекше болған. Оны Әл-Идриси халқы көп, бекінісі мықты, әскері, қару-жарағы мол қала ретінде сипаттайды. Көптеген қалалар Ұлы Жібек жолының бойына орналасқан. Қазақстан оңтүстігіндегі аса тірі сауда орталықтары Ис-Бижап, Кетер, Отырар, Кент, Тарас, Баласағұн, Талғар және Қойлық қалалары болып табылады. Діни нанымы мен мәдениеті. Қала мәдениетін дамытуда ислам маңызды рөл атқарды. 9 ғасырдың бас кезінде Қарахан әулетінің негізін салушы Сатуқ және оның баласы Боғрахан Харун ибн Мұса 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Бірінші кезекте ислам діні қалаларда таралды. Жазба дерек көздері Қарахан қалаларында түрлі мешіттер болғанын дәлелдейді. Ибн Хурдабек Хараб Қараханның ең басты қаласы Кедерде мұсылмандар жасақтары тұрғанын хабарлайды. Ибн Хаукал Хараб Кеңшейде мен Шаш аралығында көшіп жүретін түрік мұсылмандары жайында жазылған. Ислам дінімен қоса халық ішінде ең бастысы көшпенділер арасында тәңірге табынушылық сақталып қалды. 9-12 ғасырларда ислам дінінің кең тарауына байланысты араб тілі мен жазуы кеңінен пайдаланылды. Осы тілде ғылыми және әдеби шығармалар жазылды. 10 ғасырда аса ірі ғалым Әбу Насыр әл-Фараби ат-Түрки ғұмыр кешті. Ол Фарабтан шыққан еді. Әкесі түріктің әскер басшысы болыпты. Әл-Фараби тамаша білім алып, ежелгі грек философтарының еңбектерін зерттеді және түсіндірді. Ол 150-ге жуық еңбек жазды. Олардың арасында Аристотельдің метафизикасының түсініктемелер, Оргонның иноматты қала тұрғындарының көзқарасы туралы музыка, математика және астрономия жайындағы трактаттар бар. Қорыта айтқанда, Қарахан мемлекеті қазақтың мемлекеттік және ұлттық ақыл-ойы мен мәдениеті тарихынан елеулі орын алды. Ол қазақ даласында түріктің әйгілі үш тайпасының Қарлық, Яғма, Шігіл басын қосып, саманиліктермен ұзақ уақыт бойы жүргізген ғажырлы күрес нәтижесінде жеңіске жетіп келдігін әйгіледі. Түрік мемлекеттерден қалған ел басқару жүйесін жаңа элементтермен толықтырды. Арабтардың шапқыншылығынан төтеп бере отырып, Жетісу, Сыр бойындағы ежелгі қалаларға өз билігін орнықтырды. Ғылым мен әдебиетті дамытты. Әйгілі ғұлама Әл-Фараби, Әбу Насыр, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұн осы Қарахан дәуірі тудырған ғұламалар. Олардың еңбектері күллі түркі халықтары ғылыми ақыл ойының үздік туындылары болып табылады. Сатуқ хан 910 жылы ислам дінін мемлекеттік ресми дін ретінде қабылдады. Осы нәтижесінде қазақ даласына араб мәдениеті, араб жазуы мен мұсылмандық діни наным тарала бастады. Араб-түрік әлемінде суфизмнің негізін салушысы Қожа Ахмет Яссауи Қарахан дәуірінде 1103 жылы Түркістанда, бұрынғы Сайрамда дүниеге келді. Сөйтіп Қарахан дәуірі көне қазақ даласына ғұламаларды әкелген ғасырлар болып тарихта қалды. 11 ғасырдың 60-70 жылдары селжұқтармен болған ауыр соғыстар мен өзінің ішкі қайшылықтары салдарынан Қарахан мемлекеті екіге жарылып, селжұқтарға және 12 ғасырдың 30 жылдары Қытайдың солтүстігінен ауып келген қидандарға, Қарақытайларға бағынды. Бірақ Қарахандар салған мемлекеттік үрдіс салт, Кимек, Қыпшақ хандықтары арқылы кейін қазақтың мемлекеттік үрдісіне жалғасты.